ең бірінші сұрақ, ұстаз өзіңізден бастасам, Ерсін ұстаз. Әңгімені созбаңдар дейсің ғой. Жоқ, астағфирулла. Жып кетпеңдер. Бірден тоқтату керек. Тура сол секілді ұмытып кетіп, әйелімен қосылып қойса, екеуі де ұмытып кетті. Есіне түскен уақытта қоя қою керек та оны. Енді ол не деген ұмыту? Енді сондай бір кету мүмкін ғой. Тәттісі жоқ деген ол ана кезінде столдың астына жабыстырып, құлақтың артына жабыстырып, бір сағызды бір апта шайнап жүретін кездер болды ғой, басымыздан өтті ғой. Смала шайнап, әйтеуір. Рамазан айы қалай өтіп жатыр жалпы? Аллаға шүкір. Қош көрдік, бірақ мына сөздерін қайтадан жазасың ба, что-то? Нені? Жауап береді деп сенеміз деп, как будто ана бір. Көрермендерімізге түсінікті болу үшін. Асылбектің айта алмай отырған замечаниесін айтқым келіп отыр. Сүйене берсең шиқылдай береді екен. Болды, болсын. Бисмилlah, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Михраб KZ арнамыздың көз қарақты көрермендері, баршаңызға Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Кеше Рамазан айы басталған кезде өздеріңіз білесіздер, Рамазан тақырыбына қатысты елімізге белгілі ұстаздарымыз, қос қариымыз, Ерсін ұстазымыз бен Еркінбек ұстазымызды қонақ қылып шақырып, Рамазан тақырыбын кеңінен талқылаған болатынбыз. Соның астына парақшамызға Рамазанға қатысты тағы да бізге бірнеше сұрақтар келіп түскен екен. Сол Рамазан тақырыбының жалғасы ретінде сұрақтарға жауап мақсатында тағы да сол екі ұстазымыз, елімізге белгілі Ерсін Әміре ұстазымыз бен Еркінбек Шоқай ұстазымызды шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер ұстаздар. Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин. Рахмет. Оразан жалпы жақсы өтіп жатыр ма, қалай өтіп жатыр? Құдайға шүкір, оразасымен, түнгі тарауихмен жақсы, сондай бір берекелі Рамазан болып өтіп жатыр, Құдайға шүкір. Алла тағала осындай қасиетті күндерімізді көп етсін. Амин, амин. Хатым түсіріп жатсыз ба ұстаз өзіңіз жалпы? Иә, мен өзім қызмет ететін Төле би мешітінде, Тастақ деген атымен танылып кеткен Төле би мешітінде хатым түсіріп жатырмыз. Бүгін 7-ші параны оқыдық. 8-ге кіріп, 8-ден бір 4 бертін оқып тоқтадық. Бұйырса 27-ші Рамазан күні, яғни Қадір түнінде хаттым дұғасын жасайтын боламыз. Алла қабыл алсын, Алла күш қуат берсін. Ұстаз, енді бір 600 бетті елдің халықтың алдына шығып оқып беру оңай емес. Алла тағала күш қуат берсін. Құрметті біздің алматылық егер көрермендеріміз болса, бірақ мен ешқандай атпен танылмаған жерде хатым түсіріп жатырмын. Биыл мешіт алған жоқсыз ғой? Мешітке түсіріп жатқан жоқсыз? Жоқ, мешітте түсіріп жатқан. Өзіңіз жеке түсіріп жатсыз ба? Өзіміз, Құдайға шүкір. Құранымыз өзімізбен бірге ғой. Алла қабыл алсын. Хатым түсіріп кете береміз. Аллаға шүкір. Қай жерде болса да Аллах тағала қабыл алсын ұстаз. Алматылық көрермендеріміз болса, иншалла Ерсін ұстаздың артына келіп жаңағы тарауих оқимын деген кісілер болса, иншалла мархабат, Тастақтағы Төле би мешітіне келіп ұстаздың артына намазға тұрсаңыздар болады. Онда енді ұстаздар, көп уақыттарыңызды алмайық, бізге бірнеше Рамазанға қатысты сұрақтар келіп түсті. Енді бүгінгі формат кішкене сәл бір викториналық бір сұрақ ретінде жүретін сияқты болып тұр. Себебі бізде 40-қа жуық сұрақтарымыз бар. Барынша халыққа, жамағатқа түсінікті етіп, қысқаша сол сұрақтардың жауабын берсек иншалла. Ең бірінші сұрақ, ұстаз өзіңізден бастасам, Ерсін ұстаз. Әңгімені созбаңдар дейсің ғой. Жоқ, астағфирулла. Жып кетпеңдер. Мен енді сіздерді шаршап қалмасын деп жатырмын. Біз мынау қазір тарауихтан кейін келіп түсіріп отырық.
көрермендерімізге түсінікті болу үшін Асылбектің айта алмай отырған замечаниесін айтқым келіп отыр. болды. Сүйене берсең шиқылдай береді екен. болды түсіндім. түсіріп отырық демет отырмыз. Түсіріп отырмыз. Түсіріп жатырмыз, құрметті көрермендер. Ұстаз, бірінші сұрақ өзіңізге. Рамазан оразасын басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстауға бола ма дейді. Бисмиллах, ассалату ассаламу аля расулиллах. Енді бұл сөздің жалпы қайдан шыққаны белгісіз. Негізі осындай бір пікір. Бұрыннан келе жатқан жаңсақ пікір адамдардың арасында тарап жүр. Осы мен бала күннен еститінмін. Толық ұстай алмасаң, басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстасаң, яғни жалпы 9 күн ұстасаң жеткілікті деген. Бұл әлбетте қате пікір. Құранында Алла тағала бізге Рамазан айын жалпы сол ораза ұстайтын ай етіп бекітті. Яғни бұл бір ай. 30 күн ұстау міндеті. 30 күн, ұстау міндетті. Енді сол жалпы енді басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстауға болады ма деген кезде болады, басқа күндермен бірге толтырып бір ай ұстауына болады. Ал тек қана басында, ортасында, соңында осылай 3 күннен ұстап сонымен шектелу бұл қате пікір болып табылады. Кімде-кім осындай пікірді айтып жатса, бұның сөзі жалпы дінімізге, шариғатқа қайшы. Меніңше бұл бар ғой, балиғат жасына толмаған балаларды тәрбиелеу мақсатында басында 3 күн ұстатып, ортасында 3 күн ұстатып, оразаға дайындау оларды, оразаға үйрету мақсатында біреулердің бір қолданған тәсілі болуы мүмкін. Содан келіп, балиғат жасына толғанда, толмағанда барлық амал етіп кеткен сияқты да. Балаларды меніңше осылай тәрбиелеу керек. Әлі балиғат жасына толмаған. Бұл балиғат жасқа толмаған балаларға қатысты болуы мүмкін тәрбие мақсатында. Тәрбие мақсатында, мысалы үшін кейбір күндер ұстатып, мысалы Рамазанда балаларға жалпы сәресінде анда-санда мысалы тұрғызып, мектепке бармайтын күндері, солай біз сәресінің бір аурасын сезіндіріп, сосын кейбір күндері оларды жаңағы оразаға дайындау мақсатында сол отбасымен, ата-анасымен бірге кішкене ораза ұстап бастайтын болса, ол ертең балиғат жасына толған кезде қиын болмайды. Балиғат жасына толып, ол ораза ұстау парыз болған кезде еркін толығымен Рамазан айын ұстап кете беретін болады. Намазға тәрбиелеуде де меніңше балалар солай болу керек. Бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар ғой. Пайғамбарымыз 7 жасында балаларыңды намазға үйретіңдер дейді. 10 жасында егер де олар оқымайтын болса, ол кезде жазалаңдар дейді. Яғни 7 жасынан бастап үйретіңдер дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде парыз емес қой, оған ешқандай міндет емес. Балиғат жасына толмаған. Яғни сендер жайлап намазға дағдыландырыңдар деп тұр ғой. Сондықтан бірінші мысалы құптанды оқытып, одан кейін жайлап ақшамды қосып, сөйтіп жайлап тәрбиелеп келетін болса, енді мен өзімнің балаларымды тәрбиелеп жатқан тәсілімді, сөйтіп балиғат жасына толған кезде ол ең соңына балиғат жасына жететін уақытқа мысалы таң намазын қалдыру керек та, сосын таң намазын қоса қоясың, ол намазға үйренген 4-5 жыл намазға түсіп кете қояды, баланы ешқандай қиындықсыз. Яғни Қарекең версиясымен алатын болсақ, басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн деген бұл балиғатқа толмаған балаларға қатысты бір үкім немесе тәрбиелік әдіс. Солай қабылдауға болатын секілді бұны. Аллаху алейм. Түбегейлі жойып жібермей өзі біздің халқымыздың бар ғой, ішінде бір қалыптасқан кейбір дүниелердің бәрібір астында бір сондай бір негізі болып тұрады. Өзі бір жағынан болмаса бір жағынан негіздеп бір келтіруге болады да. Бірақ енді ақылға қонымды ғой бір шекті. Балиғат жасына толмаған балаларды сөйтіп тәрбиелеуге болатын секілді. Бірақ енді біздің балиғат жасына толған үлкен азаматтар өздерін балаға теңеп жібермеу керек та. Олар толық 30 күн ұстау керек. Басында 3 күн, ортасында 3 күн. Денсаулықтары жетіп тұрса, сапарда болмаса. Алла разы болсын. Ұстаз, енді мынау Рамазан айында ораза ұстау парыз деп жатамыз. Қазір енді міне балиғат жасқа толған, ақыл есі дұрыс, сапарда емес, дені сау адам ораза ұстау парыз дедік. Енді кәрі кісілер, қарт кісілер шамасы келмейтін ұстауға.
Бұндай кісілер не істейді бұндай жағдайда? Ол кісілердің мойнынан парыз түсе ма? Ораза ұстамай қоя сала ма? Әлде бір өтемі бар ма оның? Біздің шариғатымыз негізі адамның шынайы жағдайымен санасатын, оны ескеретін шариғат. Бізде адамның шамасынан тыс міндетті Алла тағала ешкімге жүктемеген. Шамасынан тыс міндетті. Ол Алла тағала Құранда ашық айтады. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Яғни Алла тағала ешбір жан иесіне өзінің шамасынан тыс дүниені жүктемейді. Оразада сондай мәселе. Оразаны егерде кімде-кім денсаулығына байланысты, оның бір созылмалы дерті бар, немесе ол асқазанында дерті бар, мүлдем ораза ұстауына күні бойы су ішпей жүруіне болмайды. Сол секілді жаңа өзің айтқандай кәрілік әбден басқан кісі, ол әлсіреген организмі, ол да ораза ұстауына болмайды. Оған біздің шариғат, Алла тағала Құранда айтады ғой, шамасы келмейтіндерге онда бір міскіннің фидияту туами мискин дейді. Яғни бір міскіннің тамағын беру арқылы өзінің оразасының құнын өтеуге болады дейді. Яғни оразасын, ұстамаған оразаның. Бұл енді біздің Ханафи мазхабында бір саат деп келеді. Саат деген жобамен 2,5-3 килограммдай тағам ғой. 3 килоға тарта келеді. 3 килоға жақын тағам. Ол біреулер бидаймен өлшейді, біреулер оны мейізбен, біреулер фиқ ғұламаларының кітаптарында сондай әртүрлі немен келген. Бірақ енді оны біздің мен білетін муфтият биыл бекітіп отыр. 3400 теңгенің көлемінде бекітіп отыр. Яғни ол 30 күн ораза немесе 29 күн ораза ұстамайтын болса, оның құны ретінде жаңа 29 міскінді немесе 30 міскінді күнделікті 2 мезгіл тоя жейтін тамағы, ол жаңағы біздің муфтияттың бекіткені бойынша 3400 теңге тамағын беріп, немесе сол жаңағы ақысын беріп, солай өтесе болады. Бұны біздің шариғатымызда фидия деп атайды. Бір күнге 3400 теңге 3400 теңге деп, яғни бекіткен екен. Сонда 10 күнге мендегі бар ақпарат бойынша солай. 34 мың. 30 күнге солай кете береді ғой есеп. 30 күнге сонда жаңағы 3400-ді 29 күн болса 29 күн ораза, Рамазан айын 29 немесе 30 күн болады ғой. Немесе 30 күнге сол есептеп, солай бір міскінге оның қаржылай өтеп берсе де болады. Сонымен оның ұстамаған оразасының жаңағы орны иншалла толады. Міскін дегеніміз кімдер olur? Міскін ол күнделікті тағамын жейтін асын таба алмай жүрген, бір күндік тағамы жоқ, бір күндік тағамын табуы қиын жағдайдағы кісі міскін. Пақыр деп келеді. Бізде пақыр ол енді ол да зекет берілетін адамдардың бірі болып есептеледі. Ол зекет беруге нысап мөлшерінде шамасы жоқ, зекет шығаруға міндетті емес адам. Ол енді пақыр. Міскінді жаңағыдай деп біздің ғұламаларымыз анықтамасын берген. Бір күндік ішіп жемін таба алмайтын адамды міскін дейміз. Жағдайы, яғни өте нашар, өте төмен кісі. Алла разы болсын. Осыған ұқсас тағы бір мәселені бір кітаптан кездестірген сияқты едім. Егер бір адам оның ауруы созылмалы емес, бірақ Рамазанның кезінде мысалы емделіп жүріп, одан кейін тұтып беруге де мүмкіндік болған жоқ. Мысалы Рамазан бойы ораза ұстамады, немесе Рамазан белгілі бір күндерін ораза ұстамай, сонымен қайтыс болып кетіп жатса, онда ол кісіге де осы фидия төленеді деген мәселе. Егер негізінде ол ұстауы керек қой, егер қарызымды өтеймін деп белгілі бір себептерге байланысты ораза ұстай алмай қалды да, сосын кейін қарызымды өтеймін деп жүріп ажалы келіп, солай болатын болса, онда сон дүниесінен фидия төленеді. Артында қалған дүниесінен ба? Қалған дүниесінен фидия төленеді. Мирасқорлары. Осындай да бір мәселе бар екен жалпы. Мұрагерлер төлейді ғой сонда. Өзі өсиет етсін деп те келеді. Ұстаз жаңа Еркінбек ұстаз қасиетті шариғатымыз адамның жағдайын шама шарқын қатты ескереді деп қалды. Соған байланысты бізге мынандай бір сұрақ түскен. Аяқ ауыр жүкті әйел, немесе ауыр аяқ, алматылықтардың тілімен айтқан кезде, жүкті әйел немесе емізулі әйел, осыларға ораза ұстауға бола ма, міндетті ма?
емізулі баласы бар әйел шығар. Емізулі баласы бар, иә. Егер жүкті әйелдің өз денсаулығына немесе құрсағындағы балаға зиян келу қаупі болатын болса, онда мысалы угроза деп жатады. Сондай жағдайларда мысалы дәрі ішу керек, қабылдау керек. Ондай жағдайда аузын ашуына шариғатымыз рұқсат береді. Және кейін сол әр күніне бір күн, яғни сол күндердің қазасын өтейді. Бағанағы емізулі баласы бар әйелге де қатысты тура осындай үкім. Егер мысалы баласына сүт жетпей қалады, сүт тартылып кетеді деген сияқты, тамақ ішпесе, шай ішпесе деген сияқты, өзі қатты әлсіреп кетеді, мысалы баласының күні бойы емізген кезде кейде егіз бала болуы мүмкін. Ол кезде шариғат оған да аузын ашуға рұқсат береді. Кейін мүмкіндік болған кезде сол күндердің қазасын өтейді. Бұларға жаңағы қарт кісілер секілді жеңілдік жоқ па, фидия өтемі деген секілді? Қарт кісі деген ол қарт кісі немесе созылмалы ауруы бар кісі деген, енді оларда тұтуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Ал енді бұда алдағы уақытта тұтуға мүмкіндігі бар ғой. Алла өмір берсе, иншалла алдағы жылдары. Иә. Егер сөйтіп жүрген кезде мысалы бір созылмалы ауруға бір нәрсеге душар болып жатса, ол кезде ары қарай үкімі фидияға ауысып кетеді. Енді кейбір мазхабтарда, табиандердің мазхабтарында әлгі егер көп жиналып қалатын болса, фидия төлеуге болады деген мәселе бар. Енді бірақ ол біздің мазхабтың үкімі емес. Енді оны муфтият мүмкін қарастыра жатар, пәтуа бөлімі. Жалпы енді біздің мазхабта оның тұтуға мүмкіндігі бар ма, тұтуы керек дейді. Алла разы болсын. Келесі сұрақ, енді бұл қазір мерзім сезоны емес, былайша айтқаныңыз, бірақ енді сұрақ ретінде түсіпті, сонда да қоя кетейін ұстаз. Ораза кезінде жаңағы өзен көлге түсуге бола ма дейді, немесе душқа, мысалы душ қабылдаса. Душтың сезоны всегда ғой. Душтың сезоны всегда енді. Ораза қай уақытта ашылады? Ораза егерде мұрыннан, ауыздан, ішке тағам, су, немесе басқа заттар кіретін болса, ол кезде күндізгі уақытта, таң атқаннан күн батқанға дейін, сол кезде ораза бұзылады. Байқамай кіріп кетсе де, немесе әдейі кірсе де. Енді ол байқамай кірген кездегі үкім басқа бұзылудың, оның қазасы өтеледі. Әдейі болатын болса, ол каффара, яғни ол. Ал енді ол жуынып атқан кезде ешқандай ішке су кіру қаупі болмаса, немесе өте сақ болатын болса, онда душқа түсудің, немесе өзенге, басқа сондай бір суға шомылудың ешқандай бір оқасы жоқ. Ал егер шомылып жүрген кезде байқамай кіріп кетсе, мұрыннан, немесе ауыздан су кіріп, арғата тамақтан өтетін болса, онда оның оразасы ашылады. Мүмкіндігінше, меніңше сақтанған дұрыс. Рұқсат болған күнде де басты батырмай. Басты батырмай түсіп, мысалы жаздың кезінде болатын болса, ана орыс жігіттің видеосы жүреді, бұл айнаған үшін не қылу керек деген секілді көрсетіп. Татар жігіт беді. Шомылуға болмайды дейді кейбіреулер, это полный бред деп. Шомылып жүрген бір видеосы бар ғой. Бұл жерде болмайды дегенде енді кесіп айтатын болса, әрине ол дұрыс емес. Бред екен бред. Бірақ сақтық ретінде, егерде сақтаныңыз, аузыңыз ашылып кетуі мүмкін деген әңгіме, ол бөлек қой енді. Алла разы болсын. Себебі Алла тағала рұқсат берген нәрсені ешкім тыйым салмау керек. Алла тағала тыйым салған нәрсені ешкім рұқсат деп айтпау керек. Тіс пастасын қолдануға бола ма? Тіс пастасын әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой. Ла халуфу фами ас-сайм атиябу индаллахи мин рихил миск деген. Яғни мынау момын мұсылманның, ораза ұстаған момын мұсылманның аузынан шыққан сәл жаңағы бір жағымсыз иіс болады ғой, әсіресе түс қайта шығатын. Ол Алланың құзырында кәдімгі мисктің, хош иістің иісінен де, жаңа әтірдің иісінен де жағымды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Бұл жерде яғни ол жаңағы шыққан жағымсыз иістің
жағымдылық емес, оразаның қаншалықты сауап екені, ораза ұстаған адамның мәртебесінің Алланың құзырында қаншалықты жоғары екендігі, қаншалықты Алла тағала оған разы болатындығын білдіру үшін меніңше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай хадисте айтқан. Осы хадиске негіздеп мен есімде болатын болса Шафиғи мазхабында ғой деймін, түс қайта керек болатын болса мисуакпен де тісті тазалауға, ауыз тазалауға болмайды. Ана иісті, Аллаға жағымды болған иісті кетіруге болмайды дейтін пәтуа жоқ емес, бар. Бірақ ол біздің мазхабтың пәтуасы емес. Біздің мазхабта тісті барынша тазалап жүру керек. Оразаның кезінде болсын, болмаса басқа уақытта болсын, мисуакпен тазалауға рұқсат берілген. Сол секілді қазіргі біздің заманның ғалымдары да анау тіс пастасымен ауыз тазалауға, тіс тазалауға рұқсат деп айтады, бірақ бұл жерде сақ болу керек. Яғни ол жаңа пастаның кейбір қалдықтары тамақтан ары кетіп қалмау керек. Сосын тісті тазалап болғаннан кейін ауызды, тістің қуыстарының барлығын, ауыздың қуыстарының барлығын дұрыстап тазалап, жуып, пастаның қалдықтарының барлығын кетіру керек. Солай жасайтын болса, онда аузы ашылмайды, оразасы дұрыс болады. Тіс пастасымен тазалауға жалпы рұқсат берілген. Ана Қарекең айтқан хадиске Ливанда университетте жүрген кезде Махмуд Исмаил деген ұстазымыз мынандай бір жақсы мысал келтірген еді. Ол кісі айтады, енді ол шынында да жағымсыз иіс қой. Сонда Алла тағала жағымсыз иісті жақсы көреді ме деген адамға ой келетін болса, бұл жердегі мәселе дейді. Ол кісі мынандай мысал келтірген. Мысалы біреу келеді, сенің үйіңде мысалы сантехникаң бұзылып қалды. Әшейін бір нәрсені түрт етті, саған 20 мың деді. Сен анаған қарайсың да, сен не істедің, 20 мың теңге сұрайтындай деп айтасың, немесе сенде сондай сұрақ туындайды дейді. Ал енді біреу келді де, сен үйіңде бұзылған нәрсеңді жөндеймін деп ана жерде енді қанша ауыр жұмысты істеді, үсті су болды, үстіне бағанағы бір соның трубаның ішіндегі нәрселер жағылды делік, сөйтіп қарасаң анау кәдімгідей енді жұмыс деген көрініп тұрады. Ананы көрген кезде сен сүйсінесің дейді. Енді оның үстіндегі су мысалы жағымсыз еңбек болғаны көрініп тұрады да. Ол соның еңбектенгені көрініп тұрады дейді. Сол нәрсесін. Сол сияқты бұл жерде енді ол Алла үшін ашыққан кезде соның нәтижесінде шыққан иіс сол себепті ол Алла тағаланың құзырында бағанағы мисктің, яғни иіс судың иісінен абзал деп айтылады дейді. Солай бір мысал келтіргені бар еді. Алла разы болсын ұстаз. Ақыры тістің төңірегінде болып жатыр ғой сұрақ, тіс тазалау, тіс жұлдыру мәселесі, қасиетті шариғатымыз оған қатысты не дейді? Тіс жұлдыру бола ма, болмай ма ораза кезінде? Егер тісі ауырып, бағанағы қақсап, сондай мазасын алып жатса, мазасын алып жатса, жанына батып жатса, күттірмейтін мәселе болып тұрса, онда барып тісін жұлдыруға болады. Енді бұл жерде әлгі тамақтан бір нәрсені өтіп кетпеуіне қатты мән беру керек. Ал егер күтетін мәселе болса, мысалы бағанағы кариес түсіпті, болмаса бағанағы құрт түсіпті, іріңдеп жатыр екен, алып тастау керек деп дәрігер айтып, бірақ мазасын алып тұрған жоқ. Ондай кезде кешіктіруге болатын болса, онда ықтият қылып кешіктіргені абзал болады. Ал егер күттірмейтін мәселе болатын болса, онда әлгенде сақтықпен барып тісін жұлдыруына болады. Алла разы болсын. Еркінбек ұстаз, түкірікпен қақырық жұту мәселесі ше? Түкірікпен қақырық жұтуға бола ма? Негізі бұл кәдімгідей елдің ішінде, жалпы қоғамда көп адамды әурелейтін мәселе ғой. Түкірікті жұтуға болмайды екен, түкіріп жүреді екен, жұтынуға болмайды екен деп көп адамдар бұл қателікті қайталайды. Аузы құрғап, әрбір жаңағы келген сөлді түкіре береді, бір жағынан жағымсыз әрекет, бір жағынан өзін шаршатады деген секілді. Аспай ататын шалдар сияқты көлік ұстап алып қолына десіз ғой. Ол бар. Әрине, жұтынуға ешқандай шариғатта ораза ұстаған адамға тыйым жоқ. Ол кәдімгі аузына келетін жаңағы сөл дейміз ғой, ауыздың жаңағы ауыз қуысында табиғи сөл, табиғи жаңағы ылғалдылық аузда. Оны жұтынып күнделікті кәдімгі табиғи халде жүру керек. Сонда ол ешқандай бір аузы құрғап, өзін шаршатып, немесе оразаны
ұстауы қиындамайды. Ал енді ауызға жинап барып жұтатын болса, ауызға жинап, ол жұтынбайды, ауызға жинап белгілі бір деңгейде ауызда бір жұтымдай немесе жарты жұтымдай жиналып қалып сосын барып жұтатын болса, ол ауызды ашып жіберу әбден мүмкін. Ал енді қақырық келетін болса, кәдімгідей жаңа түкірік болып ауызға, оны әрине түкіріп тастау керек. Ол да ауызды ашып жіберу. Себебі ол неге? Себебі ол жиналып, бұл табиғи сөйлемес ол. Кәдімгі ауыз толды онымен. Ол мынау сырттан кірген, сырттан кірген бір жаңағы су секілді ол оразасына зиян келтіруі мүмкін. Егер де ол аузына жаңағы түкірігін немесе қақырығын толтырып барып жұтатын болса, әрине ол жаңа қазақ айтады ғой, ауызға келген түкірік қайта жұтсаң мәкірік дегендей. Бұл құптарлық іс емес ол. Ол фиқтағы үкімі оның мәкрух болып есептеледі. Әсіресе ол ораза ұстаған адам болатын болса. Сондықтан, жек көрілген іс бұл бір жағынан жағымсыз бір әдепке, кісілікке қайшы бір әрекет болып есептеледі. Сондықтан жалпы мұсылман адам ораза ұстаған кезде де, ораза емес кезде де одан сақ болған жөн. Алла разы болсын ұстаз. Ерсін ұстаз, сізге келесі сұрақты сізге қойын. Уколға қатысты сұрақ. Укол енді толығырақ осыны айтып кетсеңіз, жамбастан салатын укол бар, тамырдан салатын укол бар, сосын ол арнайы емдеуге қатысты укол, немесе жаңағы бір қосымша дәрумендер қабылдайды адамдар, қажетсіз болса да, мысалы еш жері ауырып тұрмаса да деген секілді. Осыны ашып айтып берсеңіз. Жалпы укол қабылдау, система қабылдау, енді ол шариғаттан мәнфәз табиғи емес деп айтады. Мәнфәз табиғи емес деген яғни бағана табиғи бағана адамның ағзасына бір нәрсе кіретін жолдардан емес, асқазанына. Сол үшін де ол оразаны бұзбайды. Ал бірақ енді жалпы оразадан мақсат не? Оразадан мақсат бұл таңертеңнен кешке дейін судан, ішуден, тамақтан, жыныстық қатынастан тыйылып, аштықты сезініп, бір жағынан аштықты сезініп, сол аш жүрген адамдардың жағдайын түсіну ғой. Ал енді сол үшін де әлгі салып жатқан уколдың құрамында, немесе системаның құрамында адамға күш қуат беретін, әлгі күндіз аш жүруді орнын соның басатын, соны жеңілдететін дәрумендер болатын болса, ол кезде оразаны бұзады дейді. Өйткені бұл жалпы оразаның философиясына, оразаның хикметіне дейміз, шариғаттың тілімен айтқанда, қайшы дүние болып табылады. Ал егер ондай болмаса, жай ғана емделу үшін, мысалы, күніне әлгі бар уколын салдыру керек, таңертең, кешке деген сияқты, немесе жамбастан сифазалин салатын, мысалы. Жамбастан салынатын, немесе бағанағы тамырдан система қабылдау, бұл оразаны бұзбайды. Емдеу мақсатында. Алла разы болсын. Сосын мынау өзіңіз толық жауап беріп кетсеңіз, мұрынға себетін бар, сосын астма ауруымен ауыратындар тамаққа себетін бар. Осы мәселе қалай болады? Тамаққа себетінге қатысты ғұламаларымыз жалпы бір ауыздан ол оразаны бұзады дейді. Олар жаңа фидия өтейтін адамдар болып тұр ғой, сондай, егер емделмейтін болса, созылмалы ауру болатын болса, солай. Енді ол әлгі сеуіп тұрмаса, немесе бағанағы сол арқылы тыныс алып тұрмаса, онда ода не дейміз, тұншығу дейміз, задыхаться ету деген қалай еді? Дем жетпей. Демігіп қиналып қалады ғой. Сол үшін оларға бұл кәдімгі бір мұқтаждық. Ал енді мұрынға спрей шашу немесе тамызуға қатысты ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар болмайды, оразаны бұзады деп айтады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәлиғ фил мадмадати вал истиншақ илля ан такуна саиман, мынау дәрет алған кезде
ауызға су алған кезде, мұрынға су алған кезде бәлиғ дейді. Бәлиғ деген яғни мейлінше ішке суды тереңірек суды ал деген сөзді айтады. Илля ан такуна саиман, бірақ ораза болсаң олай істеме дейді. Ораза болсаң онда сақтан дейді. Неге? Өйткені сен суды тартқан кезде ары қарай тамаққа кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған тыйым салған. Осы хадисті алға тартып, кейбір ғұламалар оразаны бұзады дейді. Енді бір екінші ғұламалар жоқ, оразаны бұзбайды деген көзқарасты айтады. Енді мен өзім 12 жыл ота жасатпай тұрып, 12 жыл бойы сол спрейді қолданып жүрген адам ретінде жалпы күндіз әлгі мұрның бітеліп қалған кезде ораза ұстау өте қиын. Ауызбен демалып жүресің, тамағың кеуіп қалады. Одан кейін басқа кислород бармаған кезде, миға кислород бармаған кезде басың ауыра бастайды. Бұл жерде мәселе тек қана әлгі мұрның бітелуі емес, сондай қосымша қиыншылықтары бар. Сол үшін де мен өзім басымнан өткізген адам ретінде әлгі ізденіп қарағам дейсіз ғой. Оразаны спрей бұзбайды деген көзқарас негізі қатты қиналып жатқан адамға соны алуға болады деп өзім сұралған кезде менен айтамын. Енді бұл жерде жалпы спрей бар, одан кейін әлгі тамызатыны бар. Тамызатын енді ол бірден тамаққа кетеді, тамақта дәмін сезесің. Өйткені ол тамшы болып түседі. Ал спрей кәдімгі былай шашылып кетеді ғой. Шашылып кетеді. Бір тозаң секілді. Бір тозаң сияқты шашылып кетеді. Және әлгі сол болады, рұқсат деген ғұламалар айтады. Одан тамаққа баратын ылғалдықтың мөлшері дейді. Сен аузыңды шайған кезде, шариғат ауызды шаю рұқсат қой. Аузыңды шайып тастаған кезде, содан баратын ылғалдықтан қайда аз дейді мөлшері. Мөлшері аз. Мөлшері аз дейді. Сол үшін де егер мысалы қатты бітелмей, әйтеуір кешке дейін шыдауға мүмкіндік болып жатса, онда осы ғұламалардың арасындағы тартыстан шығып, әлгі ешқандай бір тартысты мәселеге түсіп қалмау үшін кешке дейін шыдаса құба-құп. Ал егер болмай жатса, енді көп адамдарда бұл созылмалы дерт. Жыл 12 ай былайша айтқанда сондай аллергиямен жүреді. Немесе ота жасатпаса, менде өзімде солай болды. Оқып жүрген кезімде басталды. Сонымен осыдан 2018 жылыма ота жасаттым. Соған дейін күніне 5-6 мәрте кәдімгідей мұрныма себетін едім. Тіпті түнде де оянып кетесің. Түнде де дем жетпей оянып кетесің. Және таңертең оянған кезде, түнімен миға ауа бармағаннан кейін сол бітеліп қалған кезде басың шаршап, түнімен ұйықтамаған адам сияқты оянасың. Сол үшін де егер ауыр болып, қиын болып жатса, онда әлгі пәтуамен амал етуіне болады. Бұл себетін ғой, тамызатын емес. Бұл жерде тамызу енді тікелей тамаққа кетіп қалып тұр ғой. Себебі бұл жерде мөлшері бар, кәдімгі тамызған кезде бірден тамақта дәмін сезесің. Ал бірақ спрей тепкен кезде ондай болмайды. Сол үшін де сол спрейін себуіне рұқсат деген ғұламалардың көзқарасын ұстануына болады. Ол тамшы кәдімгі су секілді барады ғой. Анау тозаң секілді болады. Алла разы болсын. Керемет жауап болды деп ойлаймын. Еркінбек ұстаз, келесі сұрақ. Ораза кезінде оразашы тырнағын, шашын, немесе денесіндегі бір түктерін алуға бола ма? Тырнақ, шаш, денесіндегі түктерді алудың оразаға ешқандай зияны жоқ. Оразаны ол бұзбайды да, макрух та емес. Ондай тазалықтарын ораза ұстаған адам жасай берсе болады. Бұл енді менің ойымша соңына ихрам кезінде тыйым салынған амалдар ғой бұлар. Қажылықта, умраға баратын кезде, ихрам кезінде ол толығымен қажылық, умраның амалдарын өтеп бітпегенше тыйым салынады. Содан кейін барып алуға болады. Сондықтан елдің ішінде сонымен шатастырып бір қалыптасқан қате пікірлер, ойлар сон бар секілді. Сондықтан оразаға оның ешқандай қатысы жоқ. Ала берсе, шашын қысқарта берсе, немесе тырнағын тазартып, душқа түсіп, бағана біз айтқандай, олай тазалана берсе, ешқандай оқасы жоқ болады. Осы жерде енді бір мәселе ойға келіп жатыр, енді оразаға тікелей қатысы жоқ, бірақ жалпы өмірде кездесіп жатқан нәрсе, енді тырнағын
шашын алуына да алдыруына да рұқсат, яғни өзі алса да басқаға алдырса да. Шаш тараз бұл. Иә, шаш таразға бар. Мысалы тырнағын, шашын алдырса, біреу мысалы оның тырнағын алып беретін болса, оған рұқсат. Ал енді бағана денедегі түк дедің ғой, қазір сол денедегі түкті өзінің алуына рұқсат та, бірақ басқаға алдыруға рұқсат жоқ. Ол оразаның кезінде де, оразадан тыс уақытта да бұған шариғат тыйым салады. Неге? Өйткені ер адам болсын, әйел адам болсын, мұқтаждық болмаған кезде біреудің алдына барып, мысалы әуретін ашуына болмайды. Қазір өкінішке қарай, мысалы әйелдердің бөтен адам. Иә. Шугаринг деп қояды ғой. Әйелдердің арасында осы нәрсе көптеп кездеседі. Мысалы бағанағы барып, сол әуретті жерлерін мұқтаждықсыз ашып, бағанағы лазерный деп жатады, немесе бағанағы қазір өзің айтқан жолмен мысалы түктерін тазалап жатады. Бұны мысалы бағанағы в домашних условиях дейді, үйдегі жағдайда сол бағана үй жағдайда жасауға болады, өзінің жұбайы мүмкін сондай дүниелерді үйрену керек шығар. Косметологияға, басқаға қатысты осындай нәрселерді, сол нәрсені бағана үйдегі жағдайда істеу үшін, орындау үшін. Ал енді бірақ барып мысалы бөтен адамның алдында әуретін ашуға мұқтаждық бар ма? Ешқандай мұқтаждық жоқ. Сол үшін денедегі, әуретті жерлердегі түктерді басқа біреуге алдыруға рұқсат жоқ жалпы дінімізде. Алла разы болсын. Шугаринг жасауға демек маңызды мәселе. Мастер-класстан өтіп алса жақсы ғой демек, күйеулер, әйел. Енді ол әркім өзінің несіне қарайтын шығар, енді үйде жағдай қалай, не деген секілді. Енді қазір бұны да біреулер, мыналар бағанағы тазалыққа қарсы, бұлар не дейді бағанағы, не дейтін еді бұл мәселені, эстетика дейді ма, соған қарсы деген нәрсені айту. Бір жағынан сіз әйелдердің құқығын шектеп атырсыз. Олар құқығы, олар жасату. Жоқ, енді жоқ. Бұл нәрсені ол тек қана еркектер емес, тек қана әйелдер емес, еркектер де сондай нәрсеге барады екен да, еркектер де әлгі барып сөйтіп еркектердің енді ұстаз бір сұрақ келіп тұрды маған ойыма. Еркектер мысалы жаңағы қолтық асты түктер ше, оларда әурет болып есептелмейді ғой. Оны барып жұлдыруға бола ма? Жоқ, енді ол жұлдырғанда мысалы барып әйел адамға жұлдыруына болмайды ғой. Әйел адамға. Әйел адам жұламаған. Негізі көбінесе бұндай жерлерде жұмыс істейтін ол әйел кісілер, менің білуімше. Енді ол жерге барып оның жатып олай бағанағы істетуіне. Жалпы бұл үй жағдайында. Сол үшін бұл деген енді жеке мәселе ғой. Сол үшін ол үйдің ішінде, сол жабық жерде болғаны. Өте маңызды мәселені көтердіңіз, ұстаз, Алла разы болсын. Себебі қазір бұндай барып түгін жұлдыратындар өте көп. Келесі сұрақ, ұстаз Еркінбек ұстаз, келесі сұрағымыз бізге келіп түскен оразаға қатысты. Оразашы адам кішкентай сәбидің бетін сүйсе, немесе ерлі зайыптылар бір-бірінің бетін сүйсе, оразасы бұзыла ма дейді. Енді кішкентай сәбидің, баласының, өзінің қызының бетін сүю, немесе оны иіскеу, ол бір бөлек мәселе, әйелі екінші бөлек мәселе. Баланы иіскеуде, баланың бетін сүюде тұрған ешқандай проблема жоқ. Ол оразаға ешқандай қайшылығы жоқ. Ол керісінше қай уақытта болса да әке, ана өзінің баласына мейірімін төгіп тұру керек. Қаншалықты мейірімін төккен сайын баласы ол мейіріммен өсетін болса, онда ол ертең мейірімді болады. Ең бірінші кезекте ата-анасына мейірімді болады, жан-жағына мейірімді болады. Оразаға ешқандай оның зияны жоқ. Ал енді әйелді, өзінің әйелін сүю, ол енді кішкене проблемный. Егер ол өзін ұстай алмай қалатын болса, немесе содан ары қарата қозып кететін болса, сөйтіп белгілі бір деңгейде жаңағы денеден бөлініп шығып кететін болса, ол оразаны бұзады. Яғни жаңағыдай сондай бір жаңағы өзінің шахуаты дейміз ғой, күшті бір сондай бір жігіттер болатын болса, ол оразаны бұзып, соңында қазасын өтеу оған міндет болып қалуы мүмкін. Сондықтан сақтық мақсатында
негізі жалпы біздің шариғатымыз ораза кезінде, яғни таңның атысынан күннің батысына дейін әйелін сүймеуге немесе иіскемеуге кеңес береді. Айша анамыз айтады ғой, сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірақ хадисте келеді, әйелдерін сүйетін болған. Бірақ сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді өздеріңді ұстай алмайсыңдар ғой. Сондықтан бұл нәрсені жасауға сендерге кеңес бермеймін деп, жалпы басқа сахабаларға, табиғиндарға пайғамбарымыз Айша анамыз солай бір ескерткені бар. Ал егер кімде-кім ешқандай қозбайтын болса, ондай жағдайға барып қалмайтын болса, егер сондай бір әйелін кішкене бір құрметтеп сүйіп қойып жататын болса, онда ол негізі оразаны ашпайды, оразаны бұзбайды. Бұл жерде сұйықтық дегенде мәниді айтып жатырсыз ғой, жалпы мәни шығатын болса. Кәдімгі ұрықты айтып жатырмын. Мәзи оразаны бұзбайды. Мүмкін бұл жерде бөлу керек шығар, әлгі жаңадан үйленген жас жұбайлар, стажы бар деп, себебі енді жас жұбайлар әлі бағанағы бір-біріне құмартып тұрады. Олар бірінші кезекте сақтану керек та. Бір жігіт айтып еді, оразада үйленіп, умраға барып, ой, бір керемет рухани ай өткіземіз ғой, бағана екеумізді күн бағанағы намазда боламыз, тарауихта боламыз, күндіз Құран оқимыз деп. Кейіннен кейін енді қалай болды десем, мен ешкімге оразада үйленуге кеңес бермеймін. Күн батпай кетеді екен, намаз бір жақта қалды деп, осындай бір басынан өткен нәрсені айтып бермеді. Енді бәрібір енді әлгі алғашқы кез бәрібір енді бөлек болады ғой. Тартылыс күші бар, шахуат бар дегендей. Қарын ашқаннан шөлдегеннен де ауыр болады екен деп па? Иә, сол үшін мүмкін солай енді біраз жылдар өтіп стаж бар адам, енді ол жаңадан үйленген адам сияқты болып тұрмайды ғой. Меніңше бұл жерде жалпы енді біз кеңес береміз деп отырмыз ғой. Иә. Онда сіздің сөзіңіздің негізінде, пікіріңізге қарағанда, әркімге жеке бір пәтуа берілу керек секілді. Соның жаңағы стажы бар, стажы жоқ деп стажына қарай, немесе оның жаңағы шахуатының деңгейіне қарай, меніңше әркімге өз жеке бір пәтуа нұсқаулық берілген дұрыс сияқты. Айша анамыздың сөзінен де өзі негізі осы мағына шығады ғой. Сендердің қайсысың пайғамбар сияқты шахуаттарыңды, өздер нәпсілеріңді ұстай аласыңдар деген. Яғни мысалы шахуатыңа берік болсаң сүйе бер деп. Үлкен жастағы кісі бар. Одан кейін 60-тағы 70-тегі көкелеріміз енді қатты бір ондай проблемаға душар болмайды ғой. Иә. Сол үшін бұл жердегі негізгі біз пока жастаумыз ғой, қареке. Бізге болмайды десеңші. Ораза кезінде Еркінбек ұстаз бір ай бойы ерлі зайыптылар жыныстық қатынастан алыс болуы керек пе дейді? Әрине керек емес. Себебі ол тыйым салынады. Бізде ішу немесе жеуге және жыныстық қатынасқа өзінің әйелімен түсуге тыйым салынады таңның атысынан күннің батысына дейін ғана. Сол аралықта ғана. Иә, күн батқаннан кейін, ауыз ашылғаннан кейін шариғатта рұқсат етілген бүкіл амалдарға біздің дінімізде ораза кезінде рұқсат. Оның ешқандай оқасы жоқ. Керісінше ол өзінің мойнындағы ақысын, яғни ол әйелінің ақысын, әйелі күйеуінің ақысын Рамазанның кезінде де, Рамазаннан басқа уақытта да өзінің уақытымен, мөлшермен беріп отыру керек. Егер олай өзін шектейтін болса, ол біріншіден шариғатта міндет емес, міндетті орындап, өзінің өміріне, әсіресе отбасылық өміріне, отбасылық қарым-қатынастарына сондай қате түсініктің, қате ұстанымның кесірінен бір зиян тиіп қалуы мүмкін. Алла разы болсын. Иә, Құранда да Алла тағала бұл мәселені нақты айтып кетеді ғой. Ухилля лакум лайлата сиями рафату иля нисаикум. Оразаның түнінде әйелдеріңе жақындауға сендерге рұқсат етілді дейді Құранда. Яғни бұған нақты тікелей келген аят бар. Және осы жерде көп адамдарда туындайтын сұрақ бар. Мен мысалы таң атқанға дейін әйеліммен қосылдым да, сөйтіп ғұсыл алып үлгермедім, қалай болады деген мәселеге қатысты. Жалпы таңды егер сол таң атқанға дейін шариғат рұқсат еткен уақытта әйелмен қосылған болса, одан кейін ғұсыл алып үлгермеді. Қараса, мысалы сәресіге азғантай уақыт қалды, онда тамақ жеп алайын деді. Иә, тамақ жеп алайын, суымды ішіп алайын деді. Сөйтіп таң атқан кезде ол әлі жүніптік халде еді, яғни ғұсыл алмаған еді. Ол кезде бұның оразаға ешқандай зияны жоқ. Яғни
таңды ғұсыл алмаған халде аттыруға болады. Одан кейін күн шықпай тұрып тез барып ғұсылын алады да намазын оқып алады. Осы сәресі уақыты ұстаз қай уақытқа дейін ішіледі? Және осы уақытты өткізіп алған адам, мысалы ұйықтап қалды сәресіге, ондай адам не істейді? Осыған бір жауап берсеңіз. Егер ұйықтап қалып таң атып кетсе, ол ары қарай тұрғаннан кейін оразасын ұстай береді. Жалпы еш нәрсе ішпейді, жемейді, ниет қылып. Сәресі ішу бұл сүннет амал болып есептеледі, яғни парыз емес. Мысалы, бір адамдарда болады, таңертең тамаққа оны тәбет шаппайды, яғни тәбет тартпайды, тамақ іше алмайды. Ол мысалы түнде тамағын жеді, сөйтті да суын ішті деп, осымен ары қарай оразамды ұстай берем деді. Немесе бір адам мысалы өзі кеш жатты, ертең жұмысқа бару керек, таңертең сәресіге тұра алмайды. Ондай жағдайда кеш жатпаған күннің өзінде де, мысалы күндіз жұмыста жүреді, шаршап қалады, сол үшін күндіз ұйықтауға, түсте ұйықтап алуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сол кезде ол ертерек жатып, таң атқаннан кейін оянамын дейтін болса, енді бұл жалпы шариғатта рұқсат. Енді әлбетте мүмкіндік болып жатса, сәресі ішу сүннет амал, сәресіде береке бар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де ең болмағанда тұрып бір стакан су ішіп алып деген сияқты солай еткені абзал болады. Ал енді егер оған мүмкіндік болмай тұрса, онда сәресі ішпесе, оның оразаға ешқандай зияны жоқ. Бастысы сол жататын кезде ертең ораза ұстаймын деп ниеттеніп жатса жеткілікті. Енді негізі таң атқанға дейін Құранда Алла тағала ішуге, жеуге рұқсат деді. Енді таң атқанға дейін деген кезде енді мейлінше тахамай кішкен Аллаху акбар деп азан айтылған кезде, таңның уақыты кірген кезде оның аузы бос болатындай етіп қамдануы керек. Ал енді бағанағы қысқа уақыт оянып қалды, қарны аш, қараса мысалы бір 10-15 минут уақыт бар. Ол кезде тез жеп бір нәрсені артынан су ішіп алуына рұқсат па? Рұқсат. Бірақ жалпы бізде сол пәтуа бөлімі және жалпы кітаптарда да бір кішкене уақыт страховка дейміз ғой, 10 минут көлемінде сақтық мақсатында қалдырады. Шарасын қолданып, сәл ертерек тоқтағаны абзал дейді. Егер ертерек тұрып жатса. Ал енді бірақ тақалып қалып жатыр, күн ұзақ, күндіз әлсіреп қалады, ондай кезде тез ішіп жеп алуына болады. Бірақ таң атқан кезде, мысалы таң атты, немесе азан даусы естілді, ол кезде оны аузында бір нәрсе тұратын болса, соны ол жұтатын болса, ол кезде оразасы бұзылады. Азанның даусын естіген кезде аузында шайнап тұрған нәрсесін бірден тоқтатып шығарып тастау керек дейсіз ғой. Алла разы болсын. Қарекең айтқан хадис бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Тасаххару фа инна фис сухури барака дейді ғой. Сәресін ішіңдер, сәресте береке бар деп. Өмірде мен соны көп байқадым да. Сәресінің берекесін. Сәресіге ұйықтап қалатын кез болады ғой енді. Түнде шаршап ұйықтайсың, хатымнан кейде кеш келесің, әсіресе кішкене жастау кезімізде болды ондай, болады. Сәресін ішпеген күндері ұстаған оразаң бөлек болады да, сәресін ішіп ұстаған ең болмағанда бір жаңағы стакан су ішіп сәресін ішкен кездегі ораза екінші бөлек болады. Сәресін ішпегендегі оразада бір сондай қиындық көп, сосын жаңағыдай бір машаққаты көп, басқаша ораза болады. Сәресін ішкен күндері ораза қатты қиын болмайды, ораза жеңіл өтеді. Құлшылығың оразада, Құран қайталауың қатты бір жаңағы қиын болмайды. Сондықтан ол сәресін ішкен ораза мен сәресі ішілмеген оразаның осындай бір айырмашылығы мен өмірде көп байқаймын да. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан берекенің бір белгісі секілді. Алла разы болсын. Еркінбек ұстаз, сағыз шайнау оразаны бұза ма? Сағыз шайнау, егер де ол сағыздың жаңа тәттісі, сағыздың дәмі тамаққа өтіп ары-қарата асқазанға жететін болса, әрине ауыз ашылады, ораза бұзылады. Енді кейбіреулер айтады, егер сағыздың ешқандай бір дәмі, жаңағы иісі, оның тәттісі ешқандай қалмаған, жай ғана бір резеңке секілді
ғана болатын болса, ол енді мәкрух болады, ораза ашылмайды деген секілді. Жұтпаса. Бірақ енді әрине сағыз шайнауға ешқандай біз ораза ұстайтын бауырларымызға кеңес бермейміз. Ол ауызды жаңағы бәрібір сағыз шайнаған кезде су көбірек бөлінеді ауызда, оны жұтынады деген секілді. Оразасына зиян болуы түбі мәкрух амал жасайды десем. Ол қанша ешқандай иісі де, тәттісі де, дәмі де қалмаған сағыз болғанның өзінде ол оразасына зияны болып мәкрух болуы мүмкін, бағана ғана түкірік жұтқан секілді. Қазір біздің уақытта мүлдем сағыз шайнауға болмайды деп айтқан дұрыс болады, өйткені қазір адамдар сағызды ұзағынан шайнамайды ғой. Қазір әйтеуір баршылық сағызды бар, әйтеуір сатылып жатыр, доступный былайша айтқанда. Қалтасында пашық-пашық сағыз жүрді. Тәттісі жоқ деген ол кезінде столдың астына жабыстырып, құлақтың артына жабыстырып, бір сағызды бір апта шайнап жүретін кездер болды ғой, басымыздан өтті ғой. Смала шайнап, әйтеуір сол уақыттарда бір сағызды шайнаған. Ол сағызды өзі аузында іріп жоқ болып кеткенше шайнап жүре бердік қой. Сол кездерге мүмкін қатысты шығар. Қазір адамдар бір 15 минут аты кетсе жарты сағат шайнап түкіріп тастайды. Қареке, біз сондай кезеңдерден өттік қой енді бала күнімізде. Бірақ сол біздің кезеңдерден өтіп атқан кейбір балалар, жастар бар секілді қазірдің өзінде. Сондықтан жалпы енді құлағын артында сағыз жабыстырып жүрген ешкімді көрмедік. Алла разы болсын ұстаздар. Ерсін ұстаз, сізге сұрақ, мынау күндіз ауыз бергі адам ұйықтап жатып түс көріп жүніп болып қалады, ғұсылы бұзылып қалады. Осындай жағдайда бұл адамның оразасы бұзыла ма, бұзылмай ма? Бұл адамның оразасы бұзылмайды. Тұрғаннан кейін ғұсылын алып, ары қарай оразасын жалғастыра береді. Өйткені бұл жалпы ұйқыда, яғни ол адамның өзінің қатысуынсыз болған нәрседе. Сол үшін де ол оған жауапты емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 түрлі адамға күнә жазылмайды дейді. Соның бірі анинаим хатта ястайқиз дейді, ұйықтап жатқан адам оянғанша дейді. Сол үшін де егер түс көріп сұйықтық бөлінетін болса, яғни бағана ұрух бөлінетін болса, ол адамның ғұсылы бұзылады, оразасы бұзылмайды. Яғни ол қайтадан жаңадан ғұсыл алу керек, ал оразасын жалғастыра береді. Алла разы болсын. Соған қосымша бір сұрақ, етек кірі келіп қалса әйел кісінің не істейді бұнда? Етек кірі келсе, сол күннің оразасы бұзылады. Егер күн батқанға дейін келіп қалатын болса, күн таң атқаннан кейін, күн батқанға дейін сол аралықта келетін болса, сол күннің оразасы бұзылады. Кейін, тазарғаннан кейін, әлгі тұтпаған күндерін сол етек кір келген күнді қосып өтеу керек болады. Яғни қазасын өтеді сол күндердің. Алла разы болсын. Бір адам аузы құрғап бара жатқан, аузы құрғап жатқан адам аузын сумен шаюға бола ма, болмай ма? Ауызды сумен шаюдың ешқандай оқасы жоқ. Бұл жерде ең басты мәселе сол ауызды шайып атқан кезде тамаққа қателікпен кетіп қалмау керек. Тамаққа егерде байқамай тамаққа кетіп қалып арғата асқазанға жетіп жататын болса, онда ол сол күннің оразасын қаза қылып өтеуіне тура келеді. Каффарат міндет емес. Ораза бұзылады. Каффарат міндет емес. Неге? Себебі ол біле тұра жасаған жоқ. Байқамай қателікпен кетті. Ал енді бізде ұмытып жеп қою, ұмытып ішіп қою деген нәрсе бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде кім ұмытып ішіп қоятын болса, жеп қоятын болса, онда оның оразасы бұзылмайды. Есіне түскен уақытта тоқтата қойсын да оразасын жалғастыра берсін дейді. Ол сол күні Рахманның қонақтығында болды дейді. Яғни Алла тағаланың оны қонақ етіп, ішкізіп, тойдырып қойды дейді. Ол ұмытқанның үкімі бөлек. Байқамай қателікпен кетіп қалған, ол оразаны бұзады. Ал егер ұмытып жеп қоятын болса, есіне түскенде тоқтатады, оразасын арғата жалғастырып береді, бұл оразаны бұзбайды. Енді кейде сондай біздің жалпы дініміздің кеңшілігі, мынау адамға деген мейірімі шексіз ғой.
әсіресе мынау ұзақ күндерде, ыстық күндерде біз өттік қой сол оразаның шілденің уақытында, тамызда ораза ұстадық. Сондай кездерде болатын болса, егер бір бауырың дейді, ұмытып ораза ұстап жүрген бауырың су ішіп тұратын болса, ұмытып бір тағам жеп тұратын болса, сен оны сырттан екінші біреу оны көрген болса, бірден есіне салма дейді. Себебі Алла тағала оған ұмыттырып, қонақ қылып жатыр, оны бір тойдырып, шөлін қандырғысы кеп тұр. Бұл біздің ғұламаларымыздың, фиқ ғалымдарының сондай бір кеңесі. Бірден есіне салма, ол жаңағыдай кешке дейін қиналмай жететіндей кішкене шөлін қандырбасын дегендей. Бұл енді жаңағыдай ұмытыппен, қателікпен байқамайдың әрине арасында айырмашылығы бар. Жаңағы ұмытып бір нәрсені ішіп жеп қою деген демекші. Бүгін жаңа таңертең стористен бір Батыр Сиябек деген ағамызды көріп қалдым. Бізде бірнеше рет қонақ болған ол кісі, өзінің жаңа сауда саттыққа қатысты пікірлерін білдіріп, жақсы бір мағлұматтармен бөлісіп кеткен. Сол кісінің сторисінде осы қалада, Алматы қаласының ішінде кетіп бара жатыр көлікпенен. Мінекей таң атты, түнде жолдан шаршап келдім деп қолына горилла ұстап алған. Горилланы ұрып отыр. За рулем кетіп бара жатыр, сторис түсіріп. Үстінен көрдім де, енді мен жаңағы таң атқаннан кейін келген шығар деп барынша жаңа не жасадым. Дұрыс, жақсы пікірде болдым да. Кейін екінші сторисіне кірсем, екінші сторисінде уже жаңа көрермендерден кешірім сұрап жатырды. Ой, дұрыс түсінбей қалмаңыздар, мен есімнен шығып кетті ораза екенім дейді да. Негізі аузым берік дейді. Бірақ күнделікті анау сапардан келіп, әдетте бір горилланы нені алып ішіп алатын әдетім бар еді. Сол әдетімменен таңертең бір горилланы жаңа соғып ішіп алыппын дейді да. Негізі аузым берік дейді. Бұндай жағдайда оразасы бұзылмайды ғой сонда? Бұзылмайды оразасы. Бірақ есіне түскенде бірден тоқтату керек. Тура сол секілді ұмытып кетіп, әйелімен қосылып қойса, екеуі де ұмытып кетті. Есіне түскен уақытта қоя қою керек та оны. Енді ол не деген ұмыту? Енді сондай бір ұмытып кетуі мүмкін ғой. Қоя қою керек деген қиын болып тұрса. Тамақта да талқанды жеп болып, шөлдеп енді су ішейінде жатқан кезде есіңе түсіп кетсе жаман ғой. Кешке дейін шөлдеп жүресің. Тиіліп десеңші. Тиіліп. Енді есіне түскен уақытта қоя қоймаса, бұндай жағдайда әрине қиын. Ары қарата оразасы бұзылады. Тамаққа қатысты, ішіп жеуге қатысты өзіңіз онда толықтырып кетіңізші. Мынандай бір сұрақ бар. Ауызы берік кезде адам тамақтың дәмін көруге бола ма дейді. Енді соған қарекен жауап беруден алдын бағанағы ауызды шаю дегенге қатысты. Енді ауызды кәдімгідей шаю бар, кейін қара қылып шаю деді ғой, ғырылдатып, шалқайып, сол шалқайып шаюдан сақ болу керек, себебі ол көп жағдайда кетіп қалуы мүмкін. Дәреттің өзінде де егер ораза болмаса, тереңірек ғырылдатып шаю керек, әйтпесе мәкрух болады деп келеді ғой. Ауыз берік адам тамақ істеген кезде тамақтың дәмін көруге бола ма? Әрине тамақтың дәмін көрген кезде ол дәм тамағына кетіп қалу әбден мүмкін. Дәм. Сондықтан негізі тамақтың дәмін көруге болмайды. Ал енді біздің ғұламаларымыз, фиқ ғалымдары, жаңа айттым ғой, шариғаттың мейірімі адамдарға деген шексіз деп. Сондықтан кейде бір отбасылар болады, кішкене жаңа отағасы, күйеуі мінезі шатақтау, кейде мысалы бір қонақ күтіп жатады. Егер көпшілікке тамақ істеп жатса, қонақ күтіп жатады, тамақтың тұзын, дәмін көрмейтін болса, қонақтан ұят болып қалуы мүмкін. Ол өте жаңағы құрметті қонақтар болып, мәртебелі қонақтар болатын болса, ол кезде мүлдем жауапкершілік үлкен болып жатады. Сондай кезде тамақты жасап жатқан ол аспаз ер болсын, немесе әйел болсын, енді ол жаңағы күйеу мінез шатақ деген ол әйелдерге ғана қатысты ғой енді. Бірақ қонақтың тамағын үлкен көп кісілерге, әрине ер кісі де, әйел кісі де аспаз бола береді. Білеміз оны. Ол кезде тамағына жібермейтін қылып, тек қана дәмін ғана білу үшін, ауыздың ішінде ғана, жаңа ғана біз тісті пастамен жуған кезде, пастаның дәмі аузымызда болады, бірақ тамағымызға жібермейміз оны. Сол секілді тамақтың дәмін немесе тұзын көруге әрине бізде фиқ ғалымдары рұқсат берген.
Әйел мінез жатақ болып күйеу тамақ істейтін болса ше, онда қалай болады? Онда мүлдем қиын болады деген жағдай. Ол кезде мүлдем қиын болады. Ол кезде уәжіп болады дәмін көру. Ерсін ұстаз, сізге сұрақ. Ораза кезінде адам жүрегі айнып құсып жіберсе, оразасы бұзыла ма, бұзылмай ма? Егер құсық өзі келіп құсып жіберетін болса, ораза бұзылмайды. Ал егер мысалы болады ғой, кейде мазалап тұрады, сонымен өзі қолын тығып құсық шақырып қажеттілік болса, қажеттілік болып, егер өзі сол құсықты шақырып былайша айтқанда қолын тығып құсатын болса, ол кезде оразасы бұзылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жайында хадисі бар. Кім мән қаа деді, кім өздігінен құсса, оның оразасы бұзылмайды деді. Мән истақаа деді. Истақаа деген құсық шақыру деген сөз ғой. Егер өзі сол шығаруға атсалысатын болса, шығуына бір нәрсені иіскеу арқылы немесе бағана қолын тығып деген сияқты, ол кезде оразасы бұзылады. Сол күннің қазасын өтеп береді. Алла разы болсын. Мынандай бір қызық сұрақ бар екен, Еркінбек ұстаз. Жылаған адамның оразасы бұзыла ма дейді. Жылаған адамнан жас шығады ғой. Иә. Жас оның мұрнына, аузына кіріп кететін болса, онда бұзылады. Тамағына кетіп қалатын болса, көзден шыққан жасы. Ал жай ғана көзден жастың шығуы, ол әрине оразаны бұзбайды. Оразаны бұзбайды, жылаған адамның. Ұстаз, ораза кезінде адам ашуланса, ұрысып біреумен керісетін болса, немесе біреуді өсектеп ғайбаттайтын болса дейді, ораза бұзыла ма, бұзылмай ма дейді. Ораза бұзылмайды, бірақ оның сауабы кетеді, сауабы жойылады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім ораза болса, оған біреу келіп тиісіп жатса, ашуын келтіріп жатса, ол кезде мен оразамын деп айтсын деді. Оразада адам, жалпы оразада, оразадан басқа уақытта да ондай ғайбаттан, өсектен, орынсыз бағанағы ашуланудан сақ болуы керек. Енді мысалы бір ашуландырды. Енді қатты ашуланды. Ашуланатын жағдай болды. Ол кезде оның сауабы жойыла ма, жоқ сауабы жойылмайды. Енді сол ашуына ерік беріп, ары қарай төбелесіп кетпесе, тек қана ашуланған үшін сауап жойыла ма, жоқ сауап жойылмайды. Себеппен ашуланса. Себеппен ашуланатын болса. Енді болады ғой өмірде түрлі жағдайлар. Ашулану керек болатын, еріксіз адам ашуланатын. Ол кезде ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха, Алла адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Ол кезде сауап жойылмайды. Ал енді бірақ ашуланған кезде өзіңді ұстамау, ол сенің шамаң жететін нәрсе ғой. Бұл өзін ұстаған жоқ, мысалы төбелесіп кетті. Ол кезде оның сауабы жойылады. Сауабы жойылады. Бірақ оразасы бұзылмайды деген қай мағынада, яғни сол күннің қайтадан қазасын өтеп бермейді. Сол күннің оразасы мойнынан түседі. Ал бірақ Алланың құзырында ол қабыл бола ма? Қабыл болмайды, сауабы жойылады. Әсіресе ғайбат өсек мәселесінде. Тіпті кейбір ғұламалар оразасы бұзылады деп айтқан. Енді біздің мазхаб ғұламалар емес, бірақ Айша анамыздан сондай пікір келеді, бір хадис келеді. Ол хадистің дәрежесіне қатысты ғұламалардың әртүрлі көзқарасы бар. Бірақ ол хадисте әлгі екі әйелге құсыңдар деп айтылады деді. Сонда құсқан кезде кәдімгідей ет шығады. Сонда мынау екеуі Алла тағала адал еткен нәрседен өздерін тыйып ораза ұстады да, Алла тағала харам еткен нәрсені жеді деді. Өйткені Құранда ғайбаттау біреуді оның етін жеумен тең дейді ғой. Сол үшін де ол адамның оразасы Алланың құзырында қабыл болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім жалған сөзді тастамаса, онда енді жалған сөз бұл мысал ретінде келіп тұр. Сонымен бірге мысалы өсек, ғайбат, адамдардың ақысына кіру, мысалы тілімен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман лам яда қаула зур вал амала бихи, фалайса лиллахи хаджа фи ан яда таамаху ва шарабаху." Кімде-кім жалған сөзді, жалған куәлікті тастамаса,
ол адамның жеуді, ішуді тоқтатқанына Алла тағала мұқтаж емес дейді. Ол адамның оразасынан тек қана шаршағаны, шалдыққаны қалады. Анау автор аль-хаджим уал-махджум деген хадисте жалпы осы төңірек сауабы артады, кемиет деген мәселеге қатысты жүреді ғой, біздің мазхабта. Біздің мазхабта. Хиджама алған, алдыртқан адамның оразасы бұзылыпты деген, былай тікелей алған кезде. Ол жерде бізде жалпы қан алдыруға, алуға шариғатта біздің мазхабта рұқсат қой, жалпы оразаны ол бұзбайды. Мешітте кейбір бауырларымызбен түсініспеушілік болып қалып жатады да, хиджама бұзады деген секілді. Тіпті барып күндіз қан тапсырса, қан тапсыратын орталыққа барып, мысалы, ол жерде тіпті тамырдан біреуге көмектесу бар бұл жерде. Сол үшін ол оразаны бұзбайды. Енді оған түнде барып қан тапсыр деп айта алмайсың ғой, өйткені ол қан тапсыратын орталықтың да өзі істейтін уақыты бар, жұмыс істейтін. Ол күндізгі уақыт. Жаңағы мәселеде бұл жерде бізге ескерту ғой. Оразаның түпкі мақсаты не? Ораза бізді тек қана ашықтыру, немесе шөлдету емес қой. Нәпсіміздің құмарлығынан тыю ғана емес мақсаты оразаның. Оразаның түпкі мақсаты өткенде айтып өтті қой. Ол бізді тақуалыққа тәрбиелеу. Алланың әмірін орындап, тыйғанынан тыйылуға тәрбиелеу. Яғни біздің жүрегімізді тәрбиелеу, біздің аузымызды түзету, біздің нәпсімізді тәрбиелеу, сабырға, ұстамдылыққа, тазалыққа, адалдыққа, Алла тағалаға тағат, құлшылық етуге, мейірімге, яғни біз ашығу арқылы бауырларымыздың тағам таппай жүрген, қиналып жатқан, аш жүрген бауырларымыздың жағдайын түсінеміз онымен. Яғни осындай адамды жақсы қасиеттерге оразаның түпкі мақсаты тәрбиелеу. Ал енді ораза ұстап алып, Қарекең айтқандай төбелесіп жүретін болса, ерегісіп жүретін болса, ғайбат айтатын болса, сөгетін болса, әрине ол жай ғана аш жүріп шөлдегені ғана қалады. Сондықтан бұл жерде оразаның мақсаты орындалмағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде ол нәрсені сөгіп отыр да, жазғырып отыр. Біз ораза ұстап жүрген бауырларымыз оразаның мақсатын орындауға, оразаның мақсатына жетуге көбірек ұмтылуымыз керек. Сол нәрсені көбірек мән беруіміз керек. Солған өзімізді көбірек тәрбиелеуіміз керек. Бұл Рамазан, өткенде айтып өткеніміздей, бұл мектеп. Нәпсімізді тәрбиелеп алуға, жақсы қасиеттерге өзімізді баулуға үлкен мүмкіндік айы да. Алла разы болсын, ұстаз. Мынау ауызды ең бірінші қандай затпен ашқан дұрыс? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әдеті бойынша құрмамен ашқан дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрмамен ашқан. Ажуа болатын болса, ол мүлдем керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы көрген құрманың түрі. Бірақ егер құрмасы болмай жататын болса, әрине сумен ашуға болады. Әсіресе ең бірінші кезекте адамның организмі ол сол суға мұқтаж болып тұрады ғой. Шөлдер, иә. Малахованың бір бағдарламасында сол күндіз бойы аш жүрген адамға нақты құрмамен ашудың пайдасы жайында бір керемет мәлімет беріп кеткен. Ғылыми, өте пайдалы екендігі айтылады. Яғни бұл жерде сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетін медицинада қолдап тұрды. Машалла. Енді біреулер тұзбен ашу керек дейтінде сондай сөзді айтатындар бар. Кәдімгі ғалымдар ма? Жоқ, ғалымдар емес, адамдардың арасында сондай. Жай адамдар. Тұзбен ашу керек деп айтатын көзқарасты естіген едім, бір адамдардың айтып жүрген. Енді негізі тұз жалпы организмге қатты пайдалы нәрсе емес қой. Тамақты да тұзды қылып жеу, меніңше ол бір сәл жаңсақтау пікір секілді. Тамаққа тұзды көп қосып жіберу, немесе ащыны көп қосып жіберу, бұл жалпы адамның организміне салмақ түсіретін нәрселерден ғой. Ол енді медицина ғалымдар көп оны айтып жатады. Сондықтан ол жаңсақ пікірді меніңше түзету керек секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті ол бостан босқа қалыптаспаған. Қарекең айтқандай, оның ар жағында біздің организмге де,
біздің денсаулығымызға да пайдасы болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрма хикметі мен үлкен ашуды десеңізші оны. өзінің сүннеті әдет етіп қалыптастырды да. Алла разы болсын. Себебі біздің шариғатымыздың әрбір үкімінде, әрбір амалында, әрбір рәсімінде ол адамзаттың мүддесі тұрады. Адамның пайдасы, мүддесі ол адамға әкелетін бір жақсылық тұрады. Сондықтан біздің ғұламаларымыз бүкіл мынау шариғаттың үкімдерінің барлығын жүйелі түрде, истиқра дейді ғой, жүйелі түрде зерттей келіп, негізгі 5 мақсаттың айналасында болады, жүреді дейді. Бүкіл үкімдердің барлығының түпкі мақсаты, мүддесі. Шариғи мақсат. Адамның, мұсылманның дінін сақтау, оның өмірін сақтау, оның мал-мүлкін сақтау, оның ұрпағын, тегін сақтау, тазалығын, оның ақылын сақтау, соның ішінде тағы біреуін қосады, ар-намысын сақтау деп. Сондықтан шариғатта қандай да бір біздің дінімізде үкім, сүннет, немесе бір әдет бар ма, оның түбінде, жаңа Қарекең айтқандай, адамның мүддесі бар. Машалла. Алла разы болсын, ұстаз. Келесі сұрақ біздегі. Жалпы енді мынау мешіттегі азан естілмейтін жерлерде қазір Аллаға шүкір телефонда намаздардың уақытысы барлығы көрсетілген, сол уақытпенен ашамыз, шам намазының уақытысында. Ал енді мешіт жақын жерлерде, азан естілетін жерлерде, немесе қазір Аллаға шүкір мешіттерде ауызашарлар беріліп жатыр. Сол мешітте ауыз ашатын кезде, азан басталған кезде айтып Аллаху акбар деп басталған кезде, осы кезде ашамыз ба бастап ауызды, немесе азанның біткенін күтеміз ба соңғы сөзіне дейін? Қай уақыт? Осындай сұрақ бар екен бізде. Енді жалпы кейбір жерлерде сол азан айтылып болғаннан кейін дұғасын жасап, сол жерде ауыз ашудың дұғасы айтылып, сөйтіп ашып жататын сондай бір үрдіс қалыптасқан. Ал бірақ енді бір адам азан айтылған кезде ауыз ашатын болса, ол шариғатқа қайшы тірлік пе? Жоқ, шариғатқа қайшы тірлік емес. Өйткені ауыз ашу азанға қатысты үкім емес. Ауыз ашу азанға қатысты үкім емес. Ауыз ашу ол сен аузыңды ашсаң да, ашпасаң да негізі күн батқаннан кейін болды, сен аузың автоматты түрде ашылып кетеді. Шартты түрде ашылып кетеді. Иә, ашылып кетеді. Сол үшін де оны азанның біткенін, азанның айтылып болғанын күту ол шариғаттың бір талабы емес. Енді білмеймін, бір әдеп тұрғысынан қалыптасқан ба, енді оның артында қандай бір мақсат, мүдде бар екенін білмеймін, бірақ осы енді үлкен кісілер айтып жатады, сондай мешіттерде бұрынғы уақытта деп әйтеуір солай бәрі азан айтылып болғаннан кейін бәрі бірге дұға жасап, содан кейін барып ауыз ашатын болған. Қазіргілер бірден аузын ашады деген осындай бір көзқарастарды, пікірлерді естідім адамдардан. Сол қария кісілерді көрген адамдардан естідім. Енді қалыптасқан үрдіске қарсы шығып жатыр деп сол тұрғыдан ол оны айтпаса, ал бірақ енді олардың ісі шариғатқа қайшы ма? Жоқ, шариғатқа қайшы емес. Өйткені азан айтылса да, айтылмаса да негізі күн батқаннан кейін ауызды ашу керек. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әдейілеп, мына кейбір мысалы жамағаттар бар, 15-20 минутқа дейін күтетін жамағаттар бар. Біз муфтият бекіткен кесте бойынша аузымызды ашамыз, олар әлі отырады. 15 минуттағыда күтіп, 20 минут сөйтіп күтіп отыратындар бар. Кейбір жамағаттар өкінішке қарай біздің кесте бойынша алмайды екен, олар өздері бір басқа елдерде біздің елге қатысты кестемен амал ететіндері бар екен. Енді бұл мүлдем дұрыс емес. Ал енді кейбіреулері жоқ, күмәнді болады, оразаң бұзылып кетеді деген сияқты. Қалай оразаң бұзылып кетеді? Егер сен күннің батқанын көрсең, Алла тағала өзі таң атқаннан күн батқанға дейін деді ғой. Оны ары қарай әдейілеп кешіктіру негізі шариғатқа қайшы. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы күн батқан кезде ауыз ашуға, асығуға бұйырған. Оны әдейілеп кешіктіру бұл жағымсыз іс болып табылады.
Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар емес па, сәресіні барынша кешіктіргенде және ауыз ашарды барынша тездеткенде, ауыз ашуға асыққанда менің үмметім жақсылықта болады деген. Сондықтан ауыз ашудың уақыты келді ма, негізі бірден басқа іспен шұғылданбай ауызды ашқан дұрыс. Оны кешіктірмей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Ауыз ашатын уақыт келді ма, күн батты ма, ауыз ашу керек. Сосын сәресіні ерте жеп алып емес, сәресін жаңағыдай таң атуға жақындаған уақытта, енді муфтияттың кеңес берген уақыты сол бір 10 минут алдын дейді ғой, таң атудан. Енді ол сақтық мақсатында. Сол уақытқа дейін апарып, сөйтіп барып, жаңағы сәресін тоқтатып жататын болса, ол меніңше сүннетке көбірек сай келеді, иншалла. Алла разы болсын. Спортпен шұғылдану ауыз берік адамға рұқсат па, рұқсат емес па? Енді спортпен шұғылдану әрине ораза ұстаған адамға тыйым салынбаған. Бірақ спортпен шұғылданамын деп, ол өзін шаршатып қойып жататын болса, спортпен шұғылданамын деп оразада біз негізінде біздің ғұламаларымыздың барлығы да Рамазан айында оразамен бірге көбірек Құранмен шұғылданатын болған. Басқа белсенділіктерінің барлығын барынша тоқтатқан. Бүкіл имамдар, біздің ізгілеріміздің барлығы сабақ беретіндер сабақтарын шектеген, немесе басқа бір шаруамен, кәсіппен айналысатындар ол шаруаларын шектеген барынша. Көбірек уақыттарын Құранды оқуға, Құранды қайталауға, Құранды үйренуге, Құранды хатым етуге көбірек уақыттарын арнаған Рамазан айында. Сондықтан спортпен шұғылданатын бауырларымыз, ол спортпен көп шұғылданып, оразадағы мынау құлшылыққа, Құран оқуға кететін әл-қуатын соған жіберіп, сосын Құран оқуы, құлшылықпен шұғылдануы азайып қалып жататын болса, немесе өзін қатты әлсіретіп жіберіп, сосын кешке ауыз ашуға жету қиын болып қалып жататын болса, онда меніңше спортпен шұғылдануын шектеген дұрыс. Бұлай артық кетпеу керек та. Ал жалпы спортпен шұғылдануға ораза кезінде ешқандай тыйым жоқ. Алла разы болсын. Ерсін ұстаз, елмен бірге мынау ораза ұстай алмай қалған адамдар белгілі бір себептерге байланысты, немесе өзінің бір жалқаулығы себепті кейін бір 4-5 күннен кейін, 5-6 күннен кейін ораза ұстағысы келіп, оразаны бастап кетуге бола ма, болмай ма? Оразаны бастап кетуіне болады, және бастап кетуі керек. Міндетті ма? Иә, өйткені әлгі шариғат қойған талаптар табылып тұрса, ол адамға ораза ұстау міндетті. Ол мен басынан ұстамадым ғой, бұл енді болмайды деген ой, бұл шайтанның азғыруы. Сол үшін қашан ода ниет пайда болды ма, ықылас пайда болды ма, бірден бастап кетуі керек. Кешіктіретін болса, қайтадан шайтан келіп оны азғыруы мүмкін. Өйткені өз ғұламаларымыз айтады, Алладан келетін, періште салатын бір жақсы ойдан кейін артынша міндетті түрде шайтанның азғыруы келеді дейді. Сол үшін де сол азғыруға беріліп қалмай тұрып, бастап кетуі керек. Ал қалған күндерін кейін оразадан кейін қазасын өтеп береді. Алла разы болсын. Құрметті ұстаздар, енді соңғы сұрағымыз, бір уақытымызда бір шама уақыт болыпты. Соңғы сұрағымыз және өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Бұл сұрақ бізге инста парақшамызға 14 жасар біздің оқырманымыздан келіп түскен сұрақ. Ассалаумағалейкум дейді. Өтінем, бұл SMS-ті оқыңызшы дейді, өте маңызды дейді. Біз жатақханадағы оқушыларымыз дейді, 14 жастағы дейді. Ата-анамыз ораза ұстайтынымыздан беймәлім, бейхабар. Жатақхана тәрбиешілері оқушыларды мәжбүрлеп тамақ жегізеді. Не істесек болады дейді, ауызашарды не істейміз? Өтінем, жауап берсеңіздер дейді. Бұл қаншалықты дұрыс енді? Біріншіден ата-анасына айтпай ораза ұстауы, екіншіден тәрбиешілерінің мәжбүрлеп бұлардың ұстанымын құрметтемей тамақ жегізуі. Бұл қаншалықты дұрыс? Екі сұрақ болып тұр ғой енді бұл жерде. Әрине енді
жалпы балиғат жасына толғаннан кейін адам баласына, яғни мұсылманның баласына ораза парыз, міндетті. Бұл нәрседе ешқандай бізде дау болмау керек. Ол оқушы болсын, студент болсын, балиғат жасына жеткеннен кейін оразаны ұстайды. Бұл жерде жаңағы біреуге мәжбүрлеп тамақ жегізу, біреуге мәжбүрлеп оның оразасын ашқызу, біреудің баласына, біреудің баласына, ол енді әрине менің ойымша жаңағы осындай тура сұрақтағыдай болып жатқан болса, мұғалімдердің тарапынан шектен шығу, азаматтық құқыққа қол соғу ғой, ешқандай ешкімнің біреуді мәжбүрлеуіне ешқандай жағдайда құқы жоқ. Тамақ жегізу болсын, немесе басқа да, егер адам баласы бір заң бұзушылық жасап, сосын сол заң бойынша ол жазаға тартылатын болса, сол кезде ғана адам мәжбүрленеді. Мәжбүрлі түрде бір еңбекке жегіледі, мәжбүрлі түрде құқығы шектеледі, мәжбүрлі түрде бас бостандығынан айырылады деген секілді. Ал енді ондай заң бұзушылыққа бармаған адамды мәжбүрлеп тамақ жеуге итермелеу, немесе мәжбүрлеп бір қызметті, еңбекті жасауға итермелеу, ол әрине дұрыс емес. Шектен шығу. Бірақ енді мынандай мәселе. Ата-анамыз бейхабар деп отыр ғой. Негізі оқушының әрбір ісінен ата-анасы хабардар болғаны дұрыс. Оқушының, себебі ол оқушы ғой. Ата-анасы хабардар болып, ата-анасы сол оқушының жаңағы сабағы болсын, оқушының басқа белсенділіктері болсын, оқушының құлшылығы болсын, әсіресе осы діни көзқарас ұстанымын, ата-анасы оны бақылап, оны реттеуге, оны дұрыс бағытқа бұруға, керек кезде сол бағыттағы мамандармен, жаңағы сол саланың жауаптыларымен ақылдасып, кеңесіп отыруға, сөйтіп балаға дұрыс бағыт-бағдар беруге ата-ана атсалысу керек. Сондықтан бұл жерде мен кеңес берер едім, ата-аналарыңмен хабарласыңдар, ата-аналарыңмен бұл мәселеде ақылдасыңдар, ата-аналарың сендерге қолдау білдірсін деп бұл жерде оқушыларға мен кеңес берер едім. Енді мынандай бір проблема бар да бізде. Осы оразаны жалпы үлкен бір трагедияға айналдырып жіберу үрдісін байқаймыз қоғамда. Бұл енді мынау дінге аса қатты бір жақсы пейілде емес, агрессиялық көзқараста қажет болатын болса бір атеистік көңіл күйдегі бір адамдардың тарапынан салынып жатқан бір байбалам секілді. Оразаны біздің халқымыз ғасырлар бойына ұстап келген. Жалпы ислам әлемі ғасырлар бойына балиғат жасына толған, немесе кейде толмаған балдарында оразаға тәрбиелеу үшін, мынау Құдаймен байланысқа, дініне амал етуге тәрбиелеу үшін ұстап келді, намазын оқытып келді, Құранын оқып келді, қажылыққа барып келді. Ғасырлар бойына қазір әлемде 2 миллиард мұсылман болатын болса, 2 миллиардтың барлығы болмаса да, көпшілігі осы діннің үкімдерін, амалдарын орындайды. Одан мұсылман ислам әлемі бір кері кеткен, кейін кеткен ешқандай жағдай жоқ. Ал енді кейбіреулер ойбай осы құлшылықтың, оразаның кесірінен мұсылман әлемі артта қалды, немесе кейін қалды деп айтатын болса, ол қатты қателеседі. Бұл жерде барлығы ол адамдардың мынау өмірін саяси тұрғыдан реттеуде, мемлекеттердің саяси тұрғыдан адам мұсылман қоғамының потенциалын дұрыс жолға қоя білмеуде, саяси принциптердің кейбір қателігінде мәселе сода. Сондықтан мәселені апарып дінге, діни құлшылықтарға, діни рәміздерге, діни құндылықтарға апарып тіреу, бұл үлкен қателік, оның артында үлкен тағы да жауапкершілік бар да. Сондықтан бұл жаңағы балаларды ораза ұстау
ұстаудан қайтарып атқан, немесе мәжбүрлеп олардың аузын ашқызып атқан ол мұғалім болсын, ол болмаса бір басқа да бір жауапты адамдар болсын, олар осы мәселеде кішкене мынау Құдайдан қорқу керек, немесе жауапкершілікті сезіну керек, ондай заң бұзушылыққа бармау керек деп мен ойлаймын. Біз исі мұсылман халықпыз. Осы мұсылманшылығымызды құрметтеуіміз керек. Жарайды, амал етпесе етпейтін шығар, оны ұстанбаса ұстанбайтын шығар, бірақ біз құрметтеуіміз керек. Біз ешқандай мұсылмандардың бұл діни құндылықтарды ұстанып жүрген азаматтардың құқығына, олардың ар-намысына, ондай жаңағы діни көзқарастарына ешқандай тіл тигізу, немесе қол сұғу, немесе оны балағаттау, кемсіту деген әрекеттерге бармауымыз керек. Ол ең бірінші кезекте әрине біздің конституциялық принциптерге қайшы. Ең бірінші кезекте. Заң бұзушылығы? Заң бұзушылық болып есептеледі. Ол дискриминация бізде, егер ол дін біздің елде тіркелген діни бірлестік болса, тіркелген діни бірлестіктің көзқарастары болса, тіркелген діни бірлестіктің ұстанымы, құндылықтар болатын болса, ешкімнің оған тіл тигізуіне, кемсітуіне құқы жоқ. Ол заң бойынша жалпы қудаланатын, жауапқа тартылатын іс. Ал енді жатақханадағы студент, ол студент балиғат жасына жеткен. Әдетте ол студент 18 жастағы кәмелет жасына толған азамат болып есептеледі. Ол өз тағдырын өзі шешуге де қажет болатын болса, кәмелет жасына толғаннан кейін толық құқығы бар. Толық құқығы бар. Енді студенттердің ораза ұстауына шектеу қойып жататын болса, ол мүлдем артық кету. Оқушылар енді ол кішкене жас қой әлі. Ал енді кәмелет жасына толған азаматтардың діни әрекетін, діни іс-қимылын, белсенділіктерін іске асыруға шектеу қою, оған кедергі келтіру, ол мүлдем артық кету деп мен ойлаймын да. Сондықтан жалпы тағы да бір қателік бар. Ойбай, ораза ұстайтын болса сабақ оқи алмай қалады, ораза ұстайтын болса ұйықтап қалады деген секілді. Енді ондай қателіктер орын алуы мүмкін, егерде біз мынау баланың күнделікті оның режим дейді ғой, күн тәртібін дұрыс реттемейтін болса, ата-ана мен мұғалімдер екі жақтап бірігіп, ол бала толығымен күнделікті 8 сағат мысалы үшін ұйықтау керек. Себебі ұйқының өзі азық қой. Толық ұйықтайтын болса, жетерлікте ұйықтайтын болса, баланың белсенділігі қалыпты болады. Ал егер ол толық ұйықтамайтын болса, ол белсенділік әлсіреуі мүмкін. Сондықтан ол ораза ұстатқанда да, немесе басқа да мысалы жауапкершілікті, басқа бір іс-әрекетті, тапсырмаларды балаға жүктегенде, сонымен қатар біз оған көмектесетін жағдайды да балаға жасауымыз керек. Ораза ұстап жүріп қаншама жетістікке жетіп атқан біз балаларды білеміз, қаншама жаңағы белестерден көрініп атқан оқушыларды білеміз, орамал тағып жүріп те қаншама жетістікке жетіп атқан біздің қарындастарымыз бар. Мәселе діни құлшылықта, діни үкімде, мәселе діни атрибутта емес, мәселе адамның санасында, мәселе адамның еңбегінде. Біз еңбегіне қарап, оның санасына, көзқарасына, іс-әрекетіне қарап адамды бағалауымыз керек. Сыртқы атрибуттармен бағалау деген нәрсені меніңше біз қоғам болып, ел болып, ол нәрсені тоқтатуымыз керек секілді. Ол адамның, мен көп сұхбаттарымда айтып жүріп, адамның таяздығын білдіретін іс-әрекетті. Алла разы болсын. Мынау бағана сұрақты айтып жатыр ғой, ата-анамыз бейхабар, ата-анамыздың хабары жоқ деп. Бұл сұрақтан түсінетін бір нәрсе, яғни олар өздері ерікті түрде ұстап жатыр. Енді мысалы бала ерікті түрде өзі ұстап жатса, ұстағысы келсе, менде ораза ұстайыншы десе, неге біз оның бетінен қағамыз, жоқ ұстама деп. Енді тура сол сияқты баланы мәжбүрлеп сен ораза ұста деп
оны сол ораза ұстауға мәжбүрлеуге болмайды. Неге? Өйткені сен мәжбүрлеу арқылы керісінше сол үкімге деген ол балада жақтырмау, бір жек көрушілік туындатып алуы мүмкін. Ла икраха фид-дин дейді ғой, дінде мәжбүрлік жоқ дегендей. Ол сен оны бәрі бүйтіп мәжбүрлеп ораза ұстата алмайсың. Себебі әрдайым оның жанында жүре алмайсың. Ораза ең жасырын құлшылық. Ол су ішем десе, мысалы барып сыртқа шыққанда да ішеді, мектебінде де ішеді. Сол үшін де оны мәжбүрлеп ораза ұстату бұл дұрыс емес. Ал бірақ енді ол өзі ұстайыншы деп тұрса, онда баланың бетін қақпай, енді қазір Қарекең айтып өткенде ұйқысын реттеп, мысалы, онда жатып деген сияқты, онда жатса. Енді мысалы, әлгі таң атудан бір 20 минут алдын, жарты сағат алдын тұрса, тез бір нәрсесін жеп алса, дәретін алса, намазын оқып қайтадан жататын болса, бұл бір жарты сағат 40 минут уақытты бір қатты оның әсері болмайды. Мен мысалы өзім басымнан өткізгенім, кеше ғана мектепте үлкен қызым бір жарысқа қатысып, сол жерде бірінші орын алды. Одан кейінгі қызым да әйтеуір 5-ін алып, қазір ТЖБ дейді, басқа дейді, сондай дүниелер болып жатыр. Сол жерде жақсы бағалар алып жатыр. Иә, оразасын ұстап жүріп, сол үшін де ол адамның бана производительность дейді ғой, яғни бір өнімділігіне оның ешқандай кері әсері жоқ. Одан кейін мысалы түндегі ұйықтай алмаған ұйқысын мектептен келгеннен кейін мысалы түскі уақытта 1-2 сағат ұйықтап алады. Сөйтіп ары қарай сабағын оқып, мектептің міндеттерін, сабақтарын орындай береді. Сол үшін де бұл жерде бір үлкен оны бір трагедияға айналдыру, проблема қылу, бұл бір әдейі жасалып жатқан нәрсе сияқты. Бастысы ата-анасы қадағалауы керек. Тура сол сияқты кейбір балалар бар, мысалы түнгі сағат 12-ге дейін, 1-ге дейін телефон шұқылап жатып, түннің бір уақытына дейін компьютердің алдында отырады да, ертеңнен барып мектепте ұйықтап отыруы мүмкін. Сол үшін де, яғни құлшылық, ораза ұстаған оқушыға да және басқа да сондай бір тірліктермен айналысып жатқандарға негізі бұл жерде ата-ана тарапынан қадағалау керек, бақылау керек. Солар қадағалап, соның бағанағы мектептегі міндетіне, яғни оқуына кедергісін келтірмеуге жұмыс жасау керек. Болды, мәселе сол бұл жердегі. Сосын бұл тағы бір мәселе бар да, айта кететін. Негізі өткеннен тарихтан сабақ алмау ол үлкен ақымақтық. Біз басқадан сабақ алып, басқаның қателігінен ескерту қабылдап, одан сақ болып, ол қателікке түспей, ол қателікті қайталамай өмір сүретін болсақ, ол біздің ақылдылығымызды білдіреді. Қарекең айтып жатыр, бір әдейі болып жатқан бір байбалам салу секілді деп. Ол шын мәнінде кейде біз оны байқаймыз. Біздің дінімізге тиіскен, дінімізге қажет болса тыйым салған, мешіттерімізді әртүрлі халал бар, харамы бар жануарларды асырайтын орынға айналдырған жүйе бәрібір жетістікке жете алған жоқ. Кеңес одағының уақытында жалпы қалай болғанын біз білеміз ғой. Құран оқу мұң болды, Құран оқу мұң болды. Арабша кітап табылған үйінде жаңағы қызметкерлер, әсіресе лауазымдағы адамдар қудаланды, жасырып жаназа шығарды, жасырынып кейбір діни шараларға амал жоқ, барып қайтып жүрді. Қажет болатын болса, мен өзімнің бір ұстазымды білем. Бізде мектепте завуч болды. Біздің бір марқұм ағайларымыздың бірі. Сол кісі мысалы өмір бойына құманын шапанының астына жаңа әжетханаға жасырып барып қайтып жүрген кісі. Совет өкіметінен кейін бірден намазын бастап, ары қарата жаңағы діндар біздің ауылдың ақсақалы болып шыға келді. Өмір бойына ана құманды шапанның астына жасырып, солай барып қайтатын болған. Енді әрине ауылда әжетхана сыртта, сосын әжетханаға баратқан уақытта барлығы кәдімгі жабық забор емес ауылда. Қазақтың ауылдары жаңағы шарбақтары ашық қой енді. Үйдің аулада кім қалай қарай кетіп бара жатыр, сырттан көшеден өтіп баратқанның барлығы да көріп, куә болып өте береді. Сондықтан
анау біреу барып өсек айтып қоймасын, біреу тағы да бір үстімнен доклад жазып жібермесін деп солай жүргенде жаңа біздің ағайымыз мектепте мұғалім болған кісі. Сондықтан соның барлығы бәрібір ешқандай нәтиже берген жоқ. 70 жылдан кейін ол жүйе құлады, күйреді, барлығы ол жүйеден безді. Қазір сол идеологиямен өмір сүретіндерді белгілі бір деңгейде бір тұрпайы адамдар секілді, адамдар жаңа мысқалдап қарайтын секілді да. Коммунистпіз деп жүргендерге ешкім мән бермейді де қазір мысалы. Енді сонша кәдімгі бүкіл жүйе болып тұрып, мемлекет болып тұрып, бізге тыйым салғанда ол нәтиже берген жоқ. 30 жылдың ішінде біздің мешіттеріміздің саны 3000-нан асып кетті. Тәуелсіздік алған жылы 69 ғана мешіт болған. Мысалы 30 жылдың ішінде қаншама есеге көбейді. Құдайға шүкір, дінге бет бұрыс жастардың арасында қаншалықты деңгейде жоғары. Мешіттердің барлығы мысалы үшін Құдайға шүкір жұмада, әсіресе қалаларда толады. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жаңағы жасанды түрде өзінің жеке агрессиясының, жек көрушілігінің себебінен байбалам салып атқан, тіл тигізіп атқан меніңше азаматтар сабақ алу керек деп ойлаймын. Оның барлығы түбінде бәрі бекер болатын түсіну керек. Одан да тыныш қана жаңағы адамдардың құқығын мойындап, өзі атеист бола ма, немесе тәңірші бола ма, болмаса тағы басқа бір дінге өтіп кете ма, әрине өзі біледі ол. Алла Тағала Құран кәрімде айтады ғой, «Құл фәмән шәә фәлюъмин, вәмән шәә фәльякфур» дейді. Сен айт, кім қаласа иман келтірсін, кім қаласа кәпір болсын дейді. Әркімнің өз еркі. Әркім өзі үшін жауап береді. Ешкім басқа біреу үшін жауап бермейді. «Вәлә тәзиру вәзиратун уизра ухра». Ешбір күнәһар екінші бір күнәлі пенденің күнәсін арқаламайды. Әркім өз үшін жауап береді. Кім қандай дінді ұстанады, кім қандай Құдайға сенеді, әркімнің өз құқығы. Алланың алдында әркім өзі жауап береді. Әркім өзінің міндетінен ғана сұралады. Сондықтан ешкімге тіл тигізбей, ешкімнің ар намысын аяққа таптамай, ешкімнің құқығына бір қол сұқпай, сондай бір толерантты қоғам болып өмір сүргеніміз жақсы ғой. Алла разы болсын, ұстаз. Онда құрметті ұстаздар, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге Алла разы болсын. Керемет өте тұшымды жауаптарымызды алдық. Алла разы болсын сіздерге. Ұстаған оразаларыңыз, оқыған тараух намаздарыңыз, ғибадат құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Амин. Амин.